Жошыған кесенесі Жезқазған қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 45 км қашықтықта орналасқан. Жошыған кесенесімен қатар бұл кешенге бекінісіз қоныс пен орта ғасырға жататын бір қатар кесенелер кіреді. Мұнда қазақ бейіттері де орналасқан. Жошыған кесенесі туралы мәліметтер ресейлік саяхатшылар, топографтар, әскери қызметшілердің жазбаларында кездеседі. Жошыған кесенесінде 1946 жылы Әлки Марғұланның басшылығымен орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы зерттеу жұмыстарын жүргізді. Әлки Марғұлан кесенедегі бейіттерде Жошыхан мен оның әйелі жерленгендігін айтады. Жошыхан кесенесі Қаракеңгір өзенінің аласа төбелі жағалауында орналасқан, әрі алыстан анық көрінеді. Кесененің бірнеше ғасырлар бойы жақсы сақталуына оның құрылыс іргесінің әбден ойластырылып таңдалуы себеп болған. Кесене мемориалды құрылыстардың порталды күмбезді түріне жатады. Оңтүстік батысқа қарай бағытталған кесененің бас фасады кіреберіс ойығы мен оның үстіндегі сүйірлі аркасы бар пештік порталдар тұрады. Кесененің құрылысы үшін күйдірілген жоғары сапалы қызыл кірпіш пайдаланылған. Қазіргі күнге дейін сақталған порталдың биіктігі 7,185 метр, ал күмбездің биіктігі 7,1 метр. Кесененің қабырғалары сәулеттік әрлеу тұрғысынан қарағанда безендірілмеген. Кесененің ішіндегі қабырғалар сазды саманды ертіндімен сыланған. Кесененің екі күмбезі бар. Олар ішкісі жарты сфералы және сыртқысы сфера конустық. Әрі екі барабанда орналасқан. Жошыхан кесенесі орта ғасырлық кереметі ғұрыптық құрылыстардың бірі болып табылады. Тауап ету және туризм нысаны болып табылады. Республикалық маңызы бар сәулет ескерткіші мемлекет қорғауына алынған. Осындай тарихи маңызы бар үлкен кешеннің Жезқазған маңында орналасуы жезқазғандықтар үшін, біздер үшін үлкен мақтаныш.